Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге жылдам жасалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең басты ерекшелігі бұл салаттың құрамында саңырауқұлақ болады. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен осылай кез келген саңырауқұлақтың түрін 4 бұрышты етіп кубиктап турап шығамыз. Қатты үлкен немесе кішкентай қылып қоймай, орташа деңгейде осылай кубиктап турап шығамыз. Осылай барлығын турап алғаннан кейін енді сковородкада қуыратын боламыз. Сковородкамызға кез келген майдың түрін салып, осылай қуыратын боламыз. Қолдың сармайы немесе сливочный масло немесе растительный масло қоссаңыздар болады. Дәл осылай үстіне дәміне қарай кішкене бұрыш тұз салып, қуырып бетін жауып, енді шамамен 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз жай отта. Оған дейін біз қайнатылған жұмыртқамызды турайтын боламыз. Оны да дәл видеодағыдай кубиктап турап шығамыз. Енді жұмыртқамызды турап болғаннан кейін бір шұңғыл ыдысқа саламыз. Барлық салатты осының ішіне араластыратын боламыз. Келесі кезекте огурцыйды, яғни қиярды турап аламыз. Егер сіздерде осындай свежий огурцы болмаса, банкадағы огурцыйды қолдансаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай кубиктап турап шығамыз. Картошканы да осылай алдымен турап, суда қайнатып алуымыз керек. Оны да үстінен саламыз, кубиктап турап. Қалауларыңыз бойынша көк пияз немесе көк сарымсақты салып, осылай турап аламыз жақсылап. Укроп немесе петрушка қолдансаңыздар да болады. Енді жаңағы дайын болған саңырауқұлағымызды осы ыдыстың ішіне салатын боламыз. Дәміне қарай кішкене тұз сеп қойыңыздар. Енді сметана, қаймақ, яғни немесе майонезді салып араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген салсаңыздар болады. Осылай қатты езіп жібермей, қастың көмегімен асықпай араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша жеткілікті түрде салып алыңыздар. Осылай дайын болған салатымызды дастарханға ұсынатын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын ыдыстың үстіне салып ұсынсаңыздар болады. Өте жеңіл әрі дәмді болып шығатын салат. Егер сіздерге рецепт пайдалы болса, мен каналыма тіркеліп, осы видеоларға лайк басуды ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге видео ұнағанына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.